Қазақтың әр азаматы бай қуатты болу керек. Сондықтан біз өндіріспен айналысу, ол қазіргі таңда парызымыз. Қисық шегені түзетіп үйренейік. Егер сіздер ангар соғамын десеңіздер, оның қабырғасымен, яғни шатырына керекті заттардың бірі ол сэндвич панель. Мына біздің сэндвич панельдерге тапсырыс беретін болсаңыздар, өкінбейсіздер. Бағасы қолжетімді, сапасы сын көтереді. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, отандық өнімді бірге қолдайық. Біздің фирманың атауы Кермакас. Жақсы күндерде жүрсейік, құрметті замандастарым. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Уақыт көрсету бағдарламасының кезекті қонағы самбодан әйелдер арасынан тұңғыш чемпионы Айсара Керімбекова. Естеріңізде болса, ол кісінің басынан өткізіп жатқан қиын қыстау кезеңін осыдан бір ай бұрын көрсеткен едім. Бүгінгі қал ахуалы қалай? Ендеше бірге тамашалайық. Өкінесіз? Өкінем және істейміз. Көңіліңіз босамасын. Біз сізбен біргеміз, қасыңыздамыз. Аспырғышыңызды мен ұстайынсыз. Бүгіннен баса аспырғыш ұстамаңызшы. Қазақтың бәрімізде бар ғой, жамбас деген. Бұл үстінен алсаң да болады, астынан алсаң да қалай алдың, солай лақтырдық міне. Алмайды, ой, менің батыр қызым ғой бұл. Апасы сияқты батыр. Енді самбының бір приемын өзімнің корониемді көрсетіп жіберейін. Өзімнің жақсы көретін прием. Міне осы жерден қол жібермесең, мінерден балауға кетесің міне. Отырып. Ал кішкене күрес жіберейік, ал. Ал немерем. Ал, қорқпа. Апаң күшін сына, қорқпа, ал. Күрес. Босама, берілме дедім ғой. Күрес. Ой, баламысың деген. Рахмет. Жасарып қалдым ғой, жастарды көріп. Жарысқа деген дайындық бісегі ұйықтап атқанда оятқан кезде айтың көресің, мен дайынмын деп. Ой, мен әлі ұйқым қанған жоқ деген әңгіме жоқ. Оят жүрген кезде мына приемды көрсетті десе, 60-дан асып кеткен мен де көрсете аламын. Сондықтан бісегі спортта дайын болуымыз керек. Мен дайын емеспін, аяғым ауырды, басым ауырды деген әңгімені айтпаймыз. Келдік па коверға? Болды, күресуіміз керек, результат беруіміз керек. Беріп атқан тамағымызды ақтауымыз керек қой, жігіттер, қыздар. Ал құрметті Айсара апа, өзіңізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Жай күйіңіз қалай, аман сенсіз ба? Аман есен жаным, өте қуаныштымын. Жалға келіп жасарып кеттім, очылы керек. Ауырғанның бәрін ұмытып, балалармен күрескің келеді, қызып кетесің, өзіңді өзің ұстай алмай қаласың, жастық шағың есіңе түседі, теріміз шығарып, балалармен бірге жүріп, Нұрбол бауырым істеп жатыр. Олимпийский чемпионымыз дайындаған, Сметов дайындаған, осы жерде істеп жатыр. Сонымен бірге қосылып, жұмыс істеп, көңілді болып, бір шындықтан демалып қалдым ғой. Келесің, ертең ерте түрінеп, кеш жақын түрінеп, балаларымен істеп жатырмын. Енді мына РКС деген республикалық осы спорт колледжді білмейтін қазақ кем шығар. Бұл жаққа тек қана мықтылар ғана түседі. Түсудің өзі бұл жерге арман. Осындай енді ортада сізді көргеніме қуаныштым шын жүректен. Айсара ханым, өзіңіздің бұл жерде атқаратын қызметіңіз қандай? Осы балалар дайындау. Тренер болып, осылармен бірге істеп жатырмын. Қай спорт түрінен дайындап жатсыз? Енді дзюдо ғой берді. Сізде дзюдо? Бұл жерде самбо жоқ? Берді самбо жоқ. Дзюдо жарыс кезінде қосып апара береміз. Самбодан да, дзюдодан да апарып жатырмыз. Балаларды апарып жатсыздар? Не? Құдай қаласа. Сізді қалай қабылдады бұл жердегілер? Шын жүректермен қабылдады ғой. Шынымен ба? Шынымен. Рахмет, қуанып жатырмын. Сіздің келгеніңіз қандай қуаныштымыз, қуанып жатыр. Нұрбол батырмен бірге жүрдік кезінде, Жәкен ағамыз дайындап бірге жүрген. Қазір Нұрбол батырымыз Сметті дайындаған бала ғой, білетін шығарсыздар шет жағасын, тренер болып істеген, старший тренер болып істеген Қазақстан бойынша. Қазір бұрын осында істеп кеткен екен, осында келіп, екеуміздің әңгімеміз де жарасып бірге жүрдік. Балалар мен қыздар ол айтады, біз қыздармен көп сөйлесе алмаймыз, енді өзіңіз ана ретінде, әже ретінде сөйлесіңіз, түсіндіріңіз деп сұрақтар туып жатыр. Мен де айтып жатырмын, давай бірге істейік. Балаларды көтерейік деп жатырмыз. Сізге мен бір тура сұрақ қойыншы, осы күнге дейін сіз неге іздемеді сонда? Білмеймін ғой, неге іздемеген енді. Ешкімге керегіміз жоқ болған шығар. Міндетті түрде шұқып, тістеп, жарыққа шығарғаннан кейін барып сонда іздей ма? Енді солай болып тұр ғой, турасын айтқан кезде. Мысалы,
мен енді не қылған спорттан қол үзіп кетіп қалдым, енді ешкімнен кем болған жоқпын. Құдайға шүкір өз нанымды тауып жеп. Енді қазір істеп жатырмын, жастарды көтерейік, кім екенімізді көрсетейік деген әңгіме ғой. Тоқетерін айтқанда. Біздің де қолдан келеді тренер бол деген. Алла нұр жаусын сізге. Біз батырымызды бағалау керекпіз. Иә. Ардақтау керекпіз. Құрметтеу керекпіз. Рахмет. Төбемізге көтеруіміз керек. Сіздей аналар мынау 10 саусақ емес, 5 саусақпен санасақ, шыға ма шықпай ма оның өзін бір Құдай біледі. Көрдіңіз ба? Сіз сияқты аналарымыз қолына сыпырғыш ұстап, шаң жұтып, жұрттың бағанағы түкірген қақырғандарын сыпырып жүргені, бұл күйіп кетесің, біз үшін ұят нәрсе. Сыпырғыш тастадыңыз ба? Тастадық қой, болды ғой. Қайда іліп қойдыңыз сыпырғышты? Тұр ғой, орында. Орында тұр ма? Ол қолыңызға енді көше сыпырмаңыз енді. Құдай сыпыртпасын. Құдай шүкір. Біздей ұлдарыңыз барған кезде қолыңызға сыпырғыш ұстамаңыз. Бұл азаматтығымызға сын болады. Айсара апай, аптасына неше күн жұмысқа келесіз? Бізде осы жерде 6 күн ғой тренировка. 6 күн жұмысқа келесіз. Азанда таңда нешеде келесіз? Мен енді ертеге балам сағат 9-да, 9 минутқа келем. Мен тренингім 9:30-да басталады. Біздің алдымызда мына оқушылар, мектептің оқушылары, біздікі колледж ғой. Сөйтіп барған не қыламыз, кешке қарай тренировка неге бар жұмыс, СК-ға бар жұмыс, ояққа да шақырды ғой. Сіз екі жерде жұмыстасыз? Қандай керемет. Керемет. Өрде мына Бауыржан Момышұлының атында сайына Жандосовда бұрын болды ғой. Сол жерде қазір керемет ремонт жасап, жақсылап, сол жерге кірдім. Өрге де балалар дайындап, 150 бала алды өрге. Сұхбаттан кейін шақырды ма сізді? Сұхбаттан кейін шақырылды ғой. Екеуі де екі жаққа шақырылды. Екі жаққа шақырды. Түбәй. Тіл көзіміз тасқа. Егер құпия болмаса, жалақы қанша тағайындады сізге? Мен енді ондай адам емеспін, сұраған жоқпын әлі жалақымды. Білмеймін қанша екенін. Кірдім жұмысқа. Сұраған жоқсыз? Сұраған жоқпын. ЦСК-да неше тағайындады? Ояқта да сұраған жоқпын. Енді зарплат береміз деді. Енді мен просто колледжде жұмыс істеп жүрдім ғой, колледжде сабақ беріп жүргенде. Енді ол жерден директорымды қабылдап, өзім пенсияға шығарсам, енді жылағанымды, немді көріп, екі жерге жұмысқа шақырғаннан кейін қалай отказ бермейін енді. Сіздердің еңбектеріңіз бар ғой. Ойбай жұмысқа шақырып не кемей қойды деп ертең әңгіме болмасын деп екі жаққа да келістім, жұмысқа келдім. Мен енді бір не емеспін, қазбалап шұқылайтын адам емеспін. Енді еңбегімді бағалап беретін шығар деп отырмын. Бетке айтамын, өтірік емес, шындық, әлі зарплатымның қанша екенін білмеймін. Әрине. Енді Айсара апай, жалақыңызды сұрамағаныңыз сіздің де бір тектілігіңіз ғой. Мен енді өзім білейін, өзіңіздің жүріп тұруыңызға айтар жететін жалақы болса екен деген ниетте сұрап отырмын. Мен енді екі жерде басқарып отырған, ЦСК-ны да басқарып отырған, осы РКС-ді де басқарып отырған ел мақтаныштары, Ислам Байрамуков ағамыз, Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері, даңқты балуанымыз. Ол кісіде енді өз ойым жақсы жалақы тағайындайды деген ниеттемін. ЦСК-да да сондай. Ол жерде басқаратын азамат та жерге қараған азамат емес. Сондықтан Құдай амандығын берсе, сіздің көңіліңізден шығатындай, еңбегіңізге татитындай, жүріп тұруыңызға жететіндей бәрі жақсы болады. Біреу бар ғой, бірінші барасап, зарплат қанша бересің дейтін. Біз енді тек жерден шығамыз, өзің айтқан енді ол. Ол сөзде ұяттық жоқ қой, шындық қой енді. Әрине. Жалмаңдамай енді. Сыйлайтын шығар деп. Әрине. Айсара апа, байқап қалдым әлеуметтік желіден, Құдайға шүкір, барған жерде астыңызға ат мінгізіп жатыр екен, құтты болсын. Рахмет. Ол ауылда ғой, туған бауырлармен, класстастарым мінгізді. Құтты болсын. Қателеспесем, атыңыздан үлкен бір зал ашып жатыр екен, келгенде. Ауылдан мен өзім туған жерімнен кішкене мектеп ашып жатыр. Мектеп ашып жатыр. Ашылуы қай уақытта? Ашып қойды кішкентен, соған ковер-мавер дайындап не қылса, өзім бір барып қайтам. Уже ашылып қойды. Мен өзім сол жерде оққан, 8 жыл оққан мектебімнен, сол жердің ауданның әкімі жаңағы Нұрбақыт Теңізбаев бауырым. Сол келген ауданның әкімі ғой. Атымнан 3 күн жарыс өткізіп, керемет қарсы алды. Сол жаңағы туысқандарым ғой ат мінгізіп жатқан, бауырларым, класстастарым ат мінгізді. Сендерге сабақ болсын, мен ауылдан келе салғанда шыны керек, мен жүрген ауылымда орыста болған жоқ, орыс көзді қорқатымыз ғой. Ойбай деп. Сондықтан мен қалаға келдім, қалаға келді, қазір кішкене орысша білесіңдер ғой. Мен дәл орысша да білмеймін. Келдім дзюдоға. Содан
күресіп жүр, мен әкелгенде кіргізіп жіберген ғой залға тренер. Олар ойлап қалған екен мен ұл екен деп. Сонымен ұлдармен күресіп жүрмін. Содан келіп менің ағаларым, Солдатенко деген олимпийский чемпион бар, естеріңізде сақтаңыздар, жүгіруден. Сол кісілер мені алып келген спортқа. Солар айтып жатыр ғой, біздің қызымыз қайда десе, қаяқтағы қыз деген ғой. Содан күресіп жүріп, бірінші тренерім орыс болды. Одан кейін Байбосынов Абдылхайыр Абдылханов білесіздер ғой. Судья болып жүр, тренер болып жүр, 80-ге келіп қалды. Әкем деймін, сыйлаймын, ұстаз еш уақытта ренжімеймін ұстазыма. Сонда неғып жатырмыз, бір 10-15 күн болған жоқ, дайындалып, ойбай Айсара жарысқа барасың дейді. Қаяққа жарысқа барамыз? Чемпионат сырға бардым 15 күнде. Не орысшасын білмеймін, не жөнді правиланы білмеймін. Өзім қазақша ауылда балаларыммен күресіп жүргенім ғой. Сөйтіп финалға жеттім ғой. Отып тұрып базар көке. Сонда тренер маған қылғындырды үйретпеген ғой. Бұл әлі ұмытпаймын мен сонда. Көрдің бе? Сонда мен может үйретпеді, может айтты, мен тыңдамай қалдым. Сондықтан всегда тренеріміз не айтты, соны тыңдау керек. Еш уақытта ренжіп болмау керек. Бұл кісілер жаман болсын демейміз. Мен де мысалы жаман болсын демеймін. Сендердің биіктен көрінгендерің біз үшін өте қуаныш, мейірім. Ең есімде қалған сол 15 күнде барып, Оғыз әлі есімде Өзбекстанның қызы Зиганчина деген. Кейіннен оны 10 есе қайтарып алдым. Сондықтан адамда характер болу керек. Всегда ұтамын деу керек қой. Алдыңа келген адам, мысалы кейбір жалпақтап жан жаққа қарама, алдында соперникке қара. Соны ұтып аламын деген жеңем деген сондай ниетте болу керек те балалар. Сендерге айтатыным сол. Онда бір ана туды сендер сияқты. Қорқатын ештеңе жоқ. Алдында қасқыр тұрған жоқ. Міне. Келді ма? Кел қызым міне. Күрес. Бірімізге бірдік па? Міне кетті күрес. Болды. Ұста қорқпа, не қылып тұрсың, қорқпа. Күрес. Давай. Ой, берілме. Күрес. Жеу керек, алдында не тұр, кім тұр? Міне. Еш уақытта қорқпау керек. Осылай күресу керек. Елім, желім деген қазақпын, қазақтың қаным бар, жүрегім бар, қазағым деп жырлайтын болсаңдар, еш уақытта қорқпау керек. Алға күресу керек балалар. Айсара апамыздың келгеніне өте қуаныштымыз. Айсара апамыз осы күнге дейін 25 жылдай дала сыпырып жұмыс істепті. Еңбегі бағаланбай қалыпты. Бұл кісі чемпион болып, қаншама чемпионаттарда медаль беріп, әлемде күресіп жүрген кісі. Одан кейін басына осындай қиындық түсіп, ұмытылып кетіпті. Қазір арамызға келгеніне өте қуаныштымыз. Бар тәжірибесімен бөлісіп, бізге несін беріп жатыр. Ақыл кеңесін беріп жатыр сіздерге? Ақыл кеңесін беріп жатыр. Арманым Айсара апамыз сияқты күресу, бірақ ол кісінің берген қиындығын біздің басымызға бермесін деп тілеймін. Құрметті Айсара ханым, мына сұраққа жауап беріңізші. Осы бір ай бұрын сұхбаттан кейін араға бір 15-20 күн салып, сізді спорт және туризм министрі Ербол Мырзабосынов мырза қабылдады. Төсбелгі тақты ма? Қалай болды? Соны айтып кетесіз? Соны айтып кеткенде бәріміз шақырдық, ветерандардың форум болды. Жерге барып қайттым. Керемет. Ербол бауырым өзі қабылдады. Кеудеме төсбелгімді тағып, енді неған жоқпыз, ветерандар арасында кәдімгідей қызықтығып, бәрімізді қарсы алды, жатын орнымызды төлеп, тамағымызды беріп, әр қазақ менің бауырым. Соның ішінде спорттан хабары бар. Қазір спортты басқарып отырған Ербол бауырым, балам деп айтсам да болады. Ербол рахмет. Міне сыйлап, бір емес екі жерге жұмысқа кіріп жатырмын. Мыңда бір рахмет. Міне біздің кезінде бұны Қажымқан мың айтпас атамыздың атына көліз болатын. Атамыздың атын айтпай кету мүмкін емес. Біз үшін қаншама еңбек сіңген аталарымыз осы жерде өзім қызмет істеп жатырмын. Өз мамандығыммен міне балаларға барымды көрсетіп үйретіп жатырмын. Расында өзіңіздің бір бар екеніңізді бір жұрт бағалап жатқанда қуанып жатыр екенсіз ғой? Қуанып жатырмын, шын жүректен қуанып жатырмын, шындықты айтып отырмын. Жасарып қалдым айтып отырмын, 10 жылға жасарып қалдым. Оның ветерандар арасында жарыс өтті. Теннистен өтті. Сосын асық ойнаудан өтті. Тағы бір екі түрін өтті, ұмытып қалдым, мен өтіп айтпай ақ қояйын. Асық ойнап, Сәлкен бауырым бірінші орын алды. Мен екінші, Мұсабек Алмас бар ғой, ол екінші орын, ерлер арасында мен үшінші орын алдым. Мен айтып жатырмын, сразу қалыспай, мына асық біздің асыққа ұқсамайды ғой, сөйтсем пластмасса асық екен. Қанша дәлдесең де тимейді. Сөйтіп Сәлкен Алмас жүреміз. Біреуміз бірінші орын, екінші орын, үшінші орынды бөліп алдық. Өте қуаныштымын, ризамын, қуанып қайттық. Барлық ағаларымыз қуанып жатыр, бір-бірімізді көріп, құшақтасып. Енді өте керемет, енді көп болған көрмеген кісілерді көріп, жүрегім өте қуанышты болды. Одан кейін мына неден көріп алып, сіздер мына ютубтан көріп. ютубтан көріп, әйелдер форумы болды.
әйелдер арасында. Бүттік жаңғыз Қазақстан. Ардагерлерді бағалауды түсінген екен ғой бағалау. Түсінді, рахмет, бәрі қуанып жатыр. Бір-бірімізді көріп, олимпийский чемпиондарымыз келіп жатыр, призерларымыз келіп жатыр. Өте қуанышты болды, керемет өтті. Содан кейін 1-2 күн өтпей әйелдер форумы болды. Бүттіл жер жүзінің әйелдер келді. Шетелден келген қазақ әйелдердің әңгімесін тыңдағанда мен өте жүрегім елжіреп кетті. Ол жерден де бірінші орын берді. Ең мықты әйел деген. Сіз алдыңыз? Мен алдым. Қандай керемет қол шапалақ. Міне. Керемет. Керемет. Үміт деген бауырымыз бар екен, өзі сол Түркияда тұрады екен. Мына Түркияның президенті кім еді? Ердоған. Соның кісінің оң қол болып отырып істеп жүрген қазақ апайымыз бар екен. Ол кісілер әлі соғыс болып неған кезде құрғын сүргінмен Индия жақты басып айтып өтіп кеткен кісілер екен. Соның бәрі келді. Соғысылардың бәрі келді. Жан-жақтан қаншама қазақтар даже айтып жатыр, біз мына желтоқсанды есімізге алып қазағымызды солар үшін Құран оқытамыз дегенде, біздің өзіміздің кейбір Қазақстанда жүрген қазақ соны есіне алмайды, оқытпайды. Соның өзі қандай мәртебе. Жүрегім жылады мен. Солар қазақ шетелде жүріп, қазақтың апаларымыз келіп жатыр. Қазақ үйлерді тігетін, киім тігетін апаларымыз бәрімен кездесіп, бәрін көріп демалып қайттым. Ислам Байрамов бауырыма да мың да бір рахмет. Өткенде әлгі ветерандар арасында болған кезде керемет сөз бергенде, қазақтың мақалдарын айтқан кезде қазақтардың өзі таңғалып қалды. Өзіммен көрдім, құлағыммен естіп жатырмын. Қазақтың мақалдарын айтып, мәтелдеп бәрін айтып, өзіміздің спортсмендерді құттықтап жатыр. Қазір осы кісінің қол астында жұмыс істеп жатырмын. Бауырыма рахмет, өмір жасы ұзақ болсын. Анасы бар, анасын да танимын ол кісінің. Анасының өмір жасы ұзақ болсын, бала шағасының қызығын көрсін. Мына біздің ССК дейміз ғой енді, әскери недегі Арман Сайлаулы бауырыма да рахмет. Ол кісі де қабылдап, бір туған анасындай, бауырындай шын көңілмен қабылдап, сол жерде де жұмыс істеп жатырмын. Зәмзәгүл сіңілім өткенде біз де сол Астанадан келдік, жарысқа барып келдік. Сол кезде Зәмзәгүл де бізді қонаққа шақырып жатыр. Зәмзәгүлге де рахмет. Қазақтың батыр қызы ғой. Сол Зәмзәгүл бұрын сол ағайының қарауында істегеннен кейін қазір де сол жаққа бардық деп 2 сентябрь болғанда бәріміз сол ашылуына барып бір-бірімізді құттықтап қайттық. Рахмет. Министріміз Ербол Қуантайұлы Мырзабосыновтың тапсырмасы бойынша сол кезде айтып отырмын ғой, сол ақылдасып отырып осындай шешім қабылдадық. Бірден осы бізде мүмкіндік бар екен. Осы кісіні шақырып, осы үлкен кісі, анамыздай кісімізді алып келіп осына төрге отырғызып, осындай жерде егер қолыңыздан келсе келіңіз, тәжірибеңіз бар, көптеген сол келіп жастармен соны тәжірибе алмасып, білгеніңізді айтып, кеңесіңізді айтып, сондай бір ұсыныс жасады. Бұл кісі бірден қуанды. Сөйтсе ол жерде жұмыс істеген екен кезінде, баяғыда өзіміздің қара шаңырақ. Сондықтан осы енді бәріміз осы ардагерлерімізді енді спорт деген тез аяқталады кетеді ғой, мансап деген сол ғой спортта деген. Барлық енді чемпион болса да ары қарай өмірде өз-өзін табу өте қиын. Қазір көптеген мәселе өзіңіз де көтеріп жатсыздар, көріп жатырмыз, оны куәміз бәріміз. Сондықтан сол жақында ғана ардагерлер несі мекемесі ашылды. Сондықтан осы кісінің несі мәселе негізі соған не берді, жол берді. Үлкен жол берді. Үлкен жол берді. Бірден жиналыс өтті, бүкіл ардагерлер жинап, министрдің өзі сөз сөйлеп, соларға қаншама бізге бағалы екен, соны құрметтейтін, бәрін соны қошемет көрсетіп, енді бұл болашақта енді барлық ауыл аймақтарда біздің елдерде осы жұмыс жасалады. Ардагерлер еңіліп қолдау көрсету деген мәселе ғой біріншіден. Біз білмейміз ғой қазір өмірде деген баяғыда чемпион, жарқыраған чемпион, туымызды желбіреткен, әнұранымызды шырқатқан адамдар қазір тіпті далада қалып кетіп жатыр. Сол міндетті түрде соны қарастыру қазіргі заманда осы министрлік бағытынан үлкен жұмыс жасалып жатыр. Сондықтан енді бізді сол жерде қолымыздан келгенше үлесімізді қосамыз. Мың алғыс сізге. Көрдіңіз бе? Сізге хабарласып, Айсара апай, көше сыпырып жүргеніңіз ыңғайсыз болады, мен сізді түсірейін дегенде, ой, ұят болады, керек емес, сыпырып жүргенімді түсірмей қойшы дегеніңіз. Құдайға шүкір төрде отырсыз. Сізді бағалайтын Құдайға шүкір елімізде нағыз азаматтар бар. Осы кісілер аман болсын. Расында министрге рахмет, Ислам аға өзіңізге үлкен рахмет. Жортқанда жолыңыз ашық болсын. Рахмет. Тек қана сізге табыс тілейміз. Сізге де көп рахмет. Осындай жиі көтересіздер мәселелерді осы қоғамдаш. Нағыз өткенде Болат Жұмадилов ағамыз андай жағдайға ұшырап қалған. Оның алдында есіңізде ме, Қызылорда барғаныңызда мен мәшинеден бір жерде айтып, сен кел, мен осы жерге шақырдым ғой, кел осында тіптен бір тренер болсашы, анамдай жинаған тәжірибеге сен қайда алып кетесің оны? Жазға шық, тренермен кішкене не қыл деген. Сол кезде естіп қалдық бұл кісілерді, отырдық. Аслан екеуіңіз отырдыңдар ғой машинада. Сол кезде Болатпен есім кетіп сөйлесіп жатырмын ғой, мынау давай бізге кел деп.
Енді бұл кісі жақсы не алды, қазір бүкіл бағана несіне тістеріне жөндеп беріп жатыр екенсің. Жақсы, керемет. Бұл кісі мың алғыс саған. Аллах көмектессін саған әрқашан. Алматы қаласының спорт басқармасының басшысы хабарласты ма сізге? өткенде бір хабарласты. Хабарласты ма спорт басқармасының басшысы? Неге хабарласты? Қалыңыз қалай, қандай жаңалық, жұмысқа орналасасыз ба деп орналасып жатырмын дедім. Басқа ештеңе айтпады ма? Енді өткенде Ербол мырзаның өзі қабылдағаннан кейін Алматы қаласы спорт басқармасының басшысы келіп бір сәлемдесіп кетсе Дұрыс болатын еді. керемет болып қалатын еді сол. Иә, күтіп отырмыз енді келіп қалар деп. Білдей 3 миллионға жуық халқы бар қаланың спорт басқармасын басқарып отыр. Осы сұхбаттан кейін амандасатын шығар енді. Күтеміз. Дәстүр бойынша сізге өнім алып келдім. Ой, жаным, рахмет. Иә. Алла разы болсын. Кейде адамдар түсінбей жатады. Жалпы өткенде Айсара анамызға өнім беріп жатсың, ол өнім ер азаматтардың өнімі емес па деп менен түсіндіріп айта кетейін. Құрметті достар, құрметті көрермендер, ардақты ағайындар, біз тек қана ер азаматтарға керек өнім сатпаймыз. Біздің өнімдер әйтеуір осы аналарымызға, біздің өнімдер үйдегі әкелерімізге иммунитет көтеру үшін де бізде сондай өнімдер бар. Сондай өнімдердің бірін мен әрине Айсара апамызға алып келдім. Құралақан келген жоқпын. Құрметті Айсара апа, өткенде өзіңіз ішкен шығарсыз бұл кербез деген. Иә, ішіп жатырмын, біреусін апам, біреусін өзім. Жақсы ма екен? Жақсы. Ана біреу келінім айтады, ол ер адамдар ішетін ғой деп. Мен айтамын, қалай ер адамдар ішетін, бауырым әкеліп беріп отыр. Әрине. Иә. Әрине. Сондықтан ішіп жатырмын. Рахмет. Жүзіңіз жақсы болып қалыпты. Иә, рахмет. Бәрі айтып жатыр. Иә. Үзбей ішіп жасарып қалыпсыз деп. Иә. Мен айтып жатырмын, каверме келгеннен кейін жасарып жатырмын деп. Керемет. Шындық, ол шындық. Керемет. Бұл иммунитетіңізді көтереді. Шаршамайсыз. Мынау сіз енді коверді шүмектеп тер төгесіз, жүгіресіз деген сияқты. Сосын мынау бізде аты құрғыр қазір мынау өзіңіз білесіз, инсульт, инфаркт деген аурулар болды. Ол не мынау? Яғни майда тамырлар бітеліп қалады. Содан кейін қан дұрыс айналмай жатады. Сол мынау қанда тромбы пайда болмайды. Сондықтан осы батырды да тұтыныңыз. Ой, рахмет жаным, рахмет. Алла разы болсын. Құдай жалғасын, сен бала шағаң қызығын көр жаным. Рахмет. Аумин, аман болыңыз. Ал құрметті ағайындар, құрметті менің замандастарым, үйдегі әкелерімізге, аналарымызға біздің аламанның өнімін алам десеңіздер, төмендегі нөмірге хабарласып тапсырыс бере аласыздар. Құрметті Айсара апа, мен мына сұрақты сізге қойғым келіп отыр. Енді марқұм Заманбек Нұрқаділов ағамыз бір қазағымның қызы жыламасыншы деп сізге көз тірісінде бір бөлмелі үй берген өткенде айтқансыз. Енді ол кісінің көзі кетті ғой. Бірақ елімізде сол Заманбек Нұрқаділовтей текті, көреген, түкті жүректі азаматтар қалып па өзі? Сізге пәтеріңізді кеңейтіп берем деп уәде бергендер болмады ма? Әлі ешкім сұрап жатқан жоқ. Мен енді көп зат сұрап жатқан жоқпын ғой. Маған бір көп дүние бер қойыңдар деп. Шынымен ұлым бар, ақпен бар қолымда. Заманбек ағам сияқты батырмын деген енді ағаларымыз бар шығар. Қазақтың бір тума батырлары бар шығар. Енді бір бөлмеде тұрып жатырмыз. Енді қыз бала емес, ұлым бар, әкпем бар. Сол бір көмек керек болып тұр енді бізге. Үй қазақтың бір енді азаматы бар шығар, сол Заманбек ағамыздың жолын қуатын. Біздің көңіліміз бір көтеріп, басымызға баспана беретін. Ай, Заманбек ағамыздың жолын қууға дәті бармайды-ау. Енді ешкімге енді оның жолын қусын деп айта алмаймын. Дегенмен де Заманбек ағамыз заманның заманында ол кісінің бір ерлігін айту керек. Ол кісі сияқты тарихта болмаған-ау. Әкім болып тұрған кезде өзінің ағайын туысқанын емес, жекжат жүратын емес, жалпы қазақ халқындағы үй жоқ, жері жоқ адамдарға жер таратқан әкім тарихта болмаған-ау. Мысалға, Ұлжандағы қазір тұрып жатқан жастар білмейтін шығар, бірақ әке-шешесі айтып отыру керек. Жердің бәрін Заманбек ағамыз таратты. Думандағы жердің бәрін таратты. Шаңырақтағы жердің бәрін таратты. Енді Жетісуды білмейді екен, мен өзім білетін осы Думан, Ұлжан, және де Шаңырақ, тағы да бір осы Шаңырақтың маңайындағы бір-екі жерлер бар, сол жерді берген. Сондықтан шынымен де ол кісі қазақтың мақтанышы, қазақтың біртуар азаматы, жатқан жер жайлы топырағы торқа болсын.
Қазір Заманбек ағамыз тірі болған кезде сіз Әл Фарабидің бойында 5 бөлмелі үйде тұратын едіңіз. Бірақ өкінішті. Өкінішті енді қайтып келмейді ғой, жатқан жері жайлы болсын енді. Бала шағасы, семьясы аман болсын. Мен енді өзім ойлаймын, Айсара ханым, жарайды енді барлығының бала шағасы бар, барлығы қиналып жүр ғой. Бір жігіт бір 2 бөлмелік үйдің кілтін әкеп беру ауыр қылатын шығар, бәлкім. Енді бізде бір 10 немесе 20 жігіт шықпай ма? Айналайын жігіттер бірігейік, осындай анамызды жылатпайық, бірігіп көпті көрсетіп көлі болады. Қалтамыздан бір 500 мың теңгеден шығарайық, 30 жігіт, немесе 1 миллион теңгеден шығарайық, 20 жігіт деп. Айсара апамызға мен ойлап едім, бір 2 бөлмелі үйдің кілтін осы күнге дейін тапсырған шығар деп. Сондай да бір жаңалық болады шығар деп. Әттең ол болмаған екен. Жақсылықтың ертегі жоқ деді ғой, біз асқан алас. Асықпайды, бәрі болып қалар. Ең бастысы тек қана күліп жүріңіз. Құдай сізді аналарымызды жылатпасын. Көз жастарыңыз тек қана қуанышқа төгілсін. Айтқанымыз. Абыройыңыз асқақтай берсін. Мысалы қазір еркектердің бәрі ойбай жұмыс жоқ деп. 2 қолың бүтін, аяғың сау, неге жұмыс жоқ? Сондықтан мысалы үйде отырып, әйелінің тамағын жасап күтіп отырған еркектер де бар. Әйелім тауып жатыр деп. Сондықтан әйелдер талтаңдайды. Мен тауып келіп жатырмын, мен әкеліп жатырмын деп. Сондайға еркектер жеткізбеу керек. 4 мүшең сау ғой, қара жұмыс бота істеп, еркек 100 мың тапса, әйелдің миллион тапқаннан 100 есе артық. Еркек тапқан ақшада береке бар. Еңбек етсең ерінбей тойды қандай еркек тапсын, еңбек ет тапсын, балаға әкесін. Сонда айтпайды ғой әйел адам, сен тауып жатқан жоқсың, мен тауып жатырмын деп. Сонда әйел билейді. Сен ақша тауып келіп, сен өзің бала шағаңа бақсаң, әйел билемейді. Біз әйелге билік беріп қойдық.